Мгм. Ал енді құрметті партнерлар, барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Менің есімім Мақсат Ахметбек, Dandelion компаниясының желіні дамыту директорымын. Қазіргі таңда мен Алматы қаласында жұмыс істеп жатырмыз. Міне қазір осы сәтте Алматы қаласының офисінде отырмыз әлі де. Енді біздің Dandelion деген не деген сөз? Неге олай аталған? Ағылшыншадан аудармада бұл бақпақ гүлі бар ғой, бақпақ, одуванчик дейді орысшасы. Сол бақпақ гүл деген мағына береді. Неге бақпақ? Себебі бақпақ гүлді білесіз ғой, желмен үрсеңіз кең, барлық жерге кең тарап кететін жеңіл, өте қызықты бір гүлдердің бір түрі. Сол себепті сондай бір мақсатпен негізінде қойылған атау екен. Енді барлық әлемде сіздер білесіздер, мына денсаулық деген бірінші қатарда тұрған нәрсе. Оның қасында жаңағы сұлулық дейміз, бизнес дейміз, білім алу, сондай салалар кең дамуда, бірақ статистика бойынша барлық әлемде денсаулыққа көңіл бөлу, ақша жұмсау, оның білімін арттыру саласы бірінші орында тұр әлемде. Сол себептен, құрметті партнерлар, сіздер өте жеңіл біздің компаниямыздың не істей аласыз, бизнес құрып, бизнесін дөңгелетіп жүре аласыздар. Енді біздің компаниямыздың білесіздер, үш мемлекетте жұмыс істейді. Біреуі бұл Dandelion Biohacking Group деген Америкада тіркелген негізгі бастапқы компаниямыз. Бұл өнімдерді, рұқсат қағаздарын алып жасаған компаниямыз. Екіншісі бұл біздің Украина және Белоруссия мемлекеттерінде бұл өнімнің өндірісі жүретін екінші компаниямыз. Және үшіншісі бұл Қазақстанда тіркелген ТО Мечта жизни деп аталатын үшінші компаниямыз бар. Бұл компания бұл өнімдерді тарату, сату, дистрибуция, яғни желі арқылы сату қызметін атқаратын компаниямыз. Сондықтан да, құрметті партнерлар, бұл компания толыққанды қазақстандық және Қазақстаннан әлемге тарау, Қазақстаннан Астана қаласынан басталып жатыр. Енді біздің компаниямыздың сайт, Инстаграм парақшасы, Телеграм парақшасы, барлық әлеуметтік желілерде толықтай бар. Сондықтан да барлық сол әлеуметтік парақшаларға жазылып, толық ақпаратты сол жерден де алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді біздің компаниямыздың, Қазақстандағы компаниямыздың негізін қалаушы бұл Мамедов Явер Мұсаұлы. Өзі негізі ұлты Әзірбайжан, тума Көкшетау қаласынан, өзіміздің Қазақстанның азаматы, өзі кәсіпкер, коуч, мотиватор, және желі дейміз ғой, сеть, желіні өте жақсы білетін мықты кәсіпкерлердің бірі. Бұл енді біздің компаниямыз осы 23 жылының басынан бастап негізі колл-центр дейміз ғой, яғни телефон арқылы, әлеуметтік желілерде реклама, жарнама беру арқылы сатылып келген. Бірақ біздің қазіргі таңда компаниямыздың нөмір 1 чегі және мықты лидер бұл Марал Тажикенованың ұсынысымен, Явер Мамедовқа, ұсынысымен бұл өнімдер, яғни біздің H2 премиум магний сутегі өнімі желілік компания, яғни сетевой компания арқылы сатылу ұсынысы жасалынып, қазіргі таңда осы сіз қазір білетін компанияға осы соңғы 2-3 айдың ішінде сондай масштаб, сондай үлкен масштабтарға өсіп келді. Енді бұл туралы айтып кеттік. Компаниямыздың ең басты миссиясы, құрметті партнерлар, бұл денсаулықтың құндылығын толыққанды әрбір Қазақстанның азаматына, тек қана барлық адамзатқа денсаулық құндылығын жеткізу. Біздің компаниямыз, біз атап еткендей, Астана қаласынан бастады. Яғни біздің басқы фирмамыз, яғни головной компаниямыз
бұл Астана қаласында орналасқан. Енді біздің өнімдер, құрметті партнерлар, өнімдер туралы көп естіп біліп атсыздар. Енді бұл өнім туралы бізге осы біздің компаниямыздың вебинарына спикер ретінде коуч, мотиватор, health коуч, сондай мықты маман, компаниямыздың білікті денсаулық саласында маманы және компаниямыздың серіктесі, партнеры Қарағанды қаласынан өте білікті, тәжірибелі маман Перизат мәдениетке сөз беріп, біздің өнімдер туралы және маркетинг план туралы микрофонды Перизатқа беремін. Перизат, сөз өзіңде. Рахмет, Мақсат мырза. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Енді негізі былай ғой, енді мен енді өзімнің тіліммен айта берейін, е, өзім білгеніммен бөлісейін, алған тәжірибеммен бөлісейін. Енді былай қарап отырсақ, біз жалпы мынау әйел қауымы, мынау қыз келіншектер қауымы үнемі сұлу болғанды қалаймыз, е, енді әдемі, жас көрінгенді қалаймыз. Енді ер азаматтар да ондайды қалайды. Бірақ дегенмен бұл жерде айтайын дегенім, микрофонды өшіріп қоясыздар ма? Микрофондарыңызды. Көбіміз не істейміз? Біз сырт пішінімізді реттей бастаймыз, е, жаңағыдай бетімізге неше түрлі пластика жасаймыз, неше түрлі қымбат кремдар аламыз, е. Бірақ түбінде бұл жердің түп тамырын емдеу керек та бұл жерде. Неге? Өйткені барлық проблема ол сіздің іш құрылысыңызда, яғни сіздің асқазаныңызда, е? Солай ғой. Сондықтан, егер де сіз мына асқазаныңызды, полный мынау іш құрылысыңызды, мынау ЖКТ-іңізді, денсаулығыңызды реттесеңіз, сіздің бетіңіз өте әдемі болады. Яғни, сіз не жейсіз, сол сіздің бетіңізде болады. Ол қалай? Мысалы, мына біздің магний водород дейміз ғой, H2 премиум магний водород деген керемет өніміміз бар осы компанияда. Бұл өнімнің ең басты мақсаты, бастапқысын айтып кетейін. Бұл негізі магний водород, H2 премиум. Бұл препараттар арасындағы iPhone 15 Pro Max деп айтамын да мен. Неге? Өйткені бұл ең заманауи 5-ші поколениядағы өнім. Неге? Ол қалай деген? Не деген сөз? Ол дегеніңіз қазіргі мынау нарықта көптеген препараттар бар, БАДы бар, е? Баршамыз неше түн бұл уақытқа дейін ішіп келдік, е? Нарық бұндай препараттарға, бақтарға негізі толы, е? Бірақ мынау ученыйларымыз біздің бір орында тұрмайды ғой. Күннен күнге, жылдан жылға, айдан айға әртүрлі мына заманауи өнімдер ойлап табуда. Соның бір ең ақырғы заманауи өнімнің бірі осы H2 премиум магний водород. Неге дейсіз ғой? 2007 жылы біз жапондық ғалымдар магний малаттың ағзаға түсіп, яғни мынау желудочный сок дейміз ғой, қышқылға түсіп, реакцияға түскен кезде магний водород, яғни магний водородтың бөлінетін ойлап тапқан екен, яғни ағзаға өте керемет мынандай емдік қасиеті бар екен ойлап тапқан, сонымен бұлар Нобелевский премия алған екен. Ол қалай? Енді бұл препараттың жұмыс жасау несін айтып шығайын, жалпы бұның ағзаға деген қандай қызметі бар, ол қандай жұмыс атқарады, жұмыс, даусыңыз бөлініп тұр дейді. Мен жақсы естіліп тұрмын ба, кешіріңіздер? Бөлініп тұр дейді. Жақсы естіліп тұрсың. Жақсы естіліп тұр. Енді қараңыздар. Негізі бұл H2 премиумның құрамында магний малат, сосын яблочная кислота, сосын винная кислота бар. Бұл барлығы ешқандай химиялық әрекетпен жасалынған дүние емес. Барлығы табиғи өнім. Ешқандай химия, синтетика жоқ құрамында. Енді қараңыздар, бағана маған мынандай сұрақ қойып отыр да, неге ол
стружка сияқты, темір сияқты дейді да, как будто бір кісі жазып жатты, как будто мынау мишураны через блендер пропустили дейді, соның ұнтағы сияқты дейді да, жылтыр ғой енді серебристі түсте өзі. Бұл магний малат. Ол ешқашан порошковый болған емес, сақ ұнтақ болған емес. Ол өзі изначально мынандай стружка ретінде темір сияқты ғой, былай ашып қарадыңыздар, көрдіңіздер, мына эксперимент жасаған кезде, презентация кезінде де көрсетілді. Оның түрі, дауысыңыз бөлініп тұр, интернет тексеріп көріңіз дейді. Бөлініп тұр ма? Интернеттім, мобильный қосып көрейін. Может, Wi-Fi істемей тұр ма? Перизат, сіз сөйлете беріңіз, ол өздерінен ғой интернеттері. Чатқа көңіл бөлмей қойыңыз, мен қарап отырмын. Сіз айта беріңіз, жалғастыра беріңіз. Жақсы. Сонда қараңыздар, ешқашанда шатаспаңыздар да, бұл изначально ешқандай подделка болған емес, болмайды да, Аллаға шүкір. Ол өзі изначально мынандай стружка ретінде өзі ашып, өздеріңіз үйде ашып қараңыздар, білмесеңіздер, ашып, зерттеп, чтобы мынандай возражение жабалатындай болуларыңыз керек та. Ол өзі магний малат, бұл аптечный магний емес. Бұл магнийдің бір түрі, магний малат табиғи өнім. Бұның срогы да жоқ. Бұл өзі жер астында мыңдаған жылдар бойы жата беретін минерал ғой, былай қарасаңыздар, Сондықтан срогына да қарамаңыздар, білмеймін, сертификатына да қарамаңыздар. Бұған ең басты продукт работает. Ешқандай животного происхождения составында май жоқ па? Жоқ. Барлығы табиғи өнім ба? Өнім. Сондықтан тек Аллаға тәуекел етесіз де, сеніп ішіңізші. Бұл өнімнің енді результаттар керемет, енді чаттарда отырсыздар ғой, көбіңізіңіз естіп жатсыздар, көріп жатсыздар, өте керемет. Неге? Заманауи технологиямен жасалғандықтан ол күттірмейді, тез арада жұмыс жасайды. 3-ші күні, 7-ші күні результат алып жатқан адамдар өте көп. Енді қараңыздар, бұның басты қызметі неге біз мысалы таңғы аста ішіп бастаймыз, бір капсуланы для профилактики ішетін болсаңыз, күннен бір капсуланы ішесіз, және де егер сізде бір ярый показания болса, мысалы давлениеңіз бар, енді жай ішпейді ғой адам, бір жер ауырғандықтан ішеді. Ол қалай? Мысалы, сіз сразу 3 капсуладан ішіп кетпейсіз. Бірінші ағзаңызды үйретіп алу керексіз, Ол үшін не істейсіз? Бір капсуладан ішіп бастайсыз. Ол қалай? Таңертең таңғы асыңызды ішіп аласыз да, 20 минуттан кейін, таңғы астан кейін, 20 минуттан кейін бір капсуланы әрі кетсе 1 стакан сумен, жарты стакан ба, максимум 1 стакан сумен жұтасыз. Сосын 1 сағаттың көлемінде ештеңе ішпейсіз, ештеңе жемейсіз. Неге? Ол препаратқа, магний малатқа сіз H2 премиумға условия создавать етуіңіз керек. Яғни ол жұмыс жасау керек. Ол қалай жұмыс жасайды? Магний малат, жаңағы капсуламыз желудыққа түсіп, сіздің асқазаныңызға түсіп, мына тамақ қорытуға сөл бөлінеді ғой сол кезде. Сол сөлге түсіп, қышқылға түсіп, не істейді? Реакцияға түскен кезде водородный су пайда болады, яғни кислород пайда болады. Көрдіңіз ба? Яғни водород дегеніміз өзі жалпы химия бойынша сіздер білесіздер, ең кішкентай молекула, өмірде ең кішкентай молекула. Ол не істейді? Сіздің бүкіл ауыратын жеріңізді өзі тауып алады, яғни өте ақылды препаратта бұл. Өзі тауып алып, точно жұмыс жасайды. Неге көбісі айтып жатады, қоздырады деп, мысалы, ана жерім ауырды, мына жерім ауырды дейді. Неге? Өйткені ол сол жерге барып жұмыс жасайды. Яғни сіз біреуге бұл препаратты ұсынар алдында міндетті түрде айтыңыз. Өйткені адамға айтпасаңыз, ол шошып кетуі мүмкін. Нені айтасыз? Сіз айтасыз, міне ішкен кезде ол осылай жұмыс жасайды. Толыққанды ақпарат бергеніңіз жөн. Неге? Өйткені адамыңызды шошытып алмау керек. Ол қалай? Мысалы, сіз айтасыз, ол қоздырады, точно жұмыс жасайды. Ол адам білмеуі де мүмкін. Мүмкін басында проблема жоқ деп ойлайды, но басы ауыру мүмкін, Яғни қай жері ауырды, значит, сол жерде ақауы бар деген сөз. Проблемасы бар деген сөз. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ол өзі қозғап, обострение беріп, жұмыс жасайды. Обострение берді ме? Қуаныңыздар, значит, препарат работает. Енді бұл қалай істейді? Ең басты қызметі, қараңыздар,
сіздер үйге ремонт жасаған кезде сіз топ еткізіп, мысалы черновой вариантпен үй сатып алдыңыздар, сіз үйге топ еткізіп мебель әкелмейсіз ғой үйге, солай емес пе? Сіздер бірінші не істейсіздер? Ремонт жасайсыздар, хотя бы чистовой жасайсыз, предчистовой жасайсыз, сосын барып линолеум төсейсіз, паркетка, сосын барып бәрі дайын болғаннан кейін, люстрада іліп болғаннан кейін мебель кіргізесіз, солай ғой? Сол сияқты ағзада да солай. Ең бірінші бұл препараттың ең басты қызметі, ол не істейді? Ген уборка жасайды сіздің ағзаңызға. Ол қалай? Міне қараңыз, сіз күніне жоқ дегенде 3 рет тамақ ішесіз. Бірақ бір рет болсын дәретке барасыз ба, бармайсыз ба? Вот вопрос, Неге? Өйткені сіз 3 рет ішесіз, 1 рет болсын дәретке бармайсыз. Қалғанына не істейді? Ол не істейді? Сіздің ағзаңызда жинала береді. Вот откуда каловые камни, шлак, застой деген қайдан келеді? Ол сіздің күнделікті ішіп жеп жатқан заттарыңыз ғой, ағзада қалып жатқан, Яғни ол жинала береді, қата береді, мынау сіздің асқазаныңыз, ішектеріңізде, қырларында тасқа айналып жата береді жылдап. Ол жай ғана жатпайды ғой, ол не істейді? Мына у бөліп бастайды. Енді мысалға қараңыз, сіз банканы алайық, бір банкаға алдыңызда, мысалға, мынандай банкаға алдыңызда, ішіне сорпа құйдыңызда, крышкасын жауып қойдыңыз. Ол не істейді? 1 күн тұрады, 2 күн тұрады, сасиды, бықсиды, құрттайды, шірейді. Сосын не істейді? У бөліп бастайды, көгереді. Тура солай сияқты сіздің ағзаңызда тура солай болып жатыр да. Сіздің жеп жатқан, шықпаған ағзадағы қалдықтарыңыз, тамақтың қалдықтары, ол қазір өзіңіздің денеңізді улап жатыр да. Микрофон екен, өшіріңіздерші. Ағзаңызды өзіңіз улап жатырсыз да. Яғни бұл H2 премиумның қызметі, мынау сіздің қырларыңызда жылдап жатқан шлак, застой, каловые камниді шығару, окисительный стресс дейміз ғой, тотығу процесін шығару ағзада, кетіру. Яғни сіздің pH балансыңызды, сілтіңізді реттейді ағзаңыздың. Как только сілтіңіз реттеледі, қышқылдану процесі, тотығу процесі ағзаңыздан кеткеннен кейін не болады? Ондай атмосферада паразиты, бактерии, вирус өмір сүрмейді. Солай ғой? Олар автоматически ағзадан шығады. Яғни ол не істейді? H2 премиум паразиттер шығарады, бактерия шығарады, вирусы шығарады. Көрдіңіздер ме? Яғни сіздің ағзаңызды толыққанды реттеген кезде сіз дені сау, ағзаңыздың сілтісі 7-де 5 адам болып шыға келесіз. Бірақ оған не керек? Аздап уақыт керек. Сосын бұл препарат тағы не істейді? Сіздің мынау печень, желчті тазалайды, мынау өт жолдарын тазалайды, Жақында мына керемет бір отзыв болды. Мынау негізі сіздер естулеріңізше білесіздер, мынау өт жолында, мынау почкадағы тасты тек қана операционным путем ала алады, Негізі медиктардың айтуы бойынша. Ештеңе расщеплять ете алмайды ана тасты. А представьте, біздің препарат H2 премиум сол тасты үгітіп, құмға айналдырып, зәр жолдарымен ер адамнан шыққанын естідік мен өз аузым естідім. Сенесіздер ме? Бұл қандай керемет препарат деймін да? Сіздің бүкіл ағзаңызды 100% реттеп беретін препарат. Яғни сіздің асқазаныңыз реттелді ма, бүйрек фильтріңіз реттелді ма, өт жолдарыңыз реттелді ма, сосын барып не істейді? Мына қанды керемет тазартады. Яғни не істейді? Қанның қоюлығын кетіріп сұйылтады. Енді қараңыздар. Сосын мынау тамырлардың, сосуды дейміз ғой, тамырлардың эластичность дейміз ғой, созылып кішіреуін, қан айналып жүрген кезде созылып кішіреуін восстанавливает. Көрдіңіздер ме? Қалыпқа келтіреді. Енді қараңыздар, үлкен кісілер с возрастом неге адам баяулап бастайды, Неге? Өйткені адамның қаны қоюланып бастайды. Қаны қоюланды ма, қан айналым процесі төмендейді. Яғни адамның да мынау жизненный деятельность дейді ғой, адам мынандай әлсіреп, күші жоқ болып төмендей бастайды.
яғни жүрек жүректе қан тасымалдаушы ғой ол да орган, жүрек не істейді? Ол біздің моторымыз, ол машинаның моторы сияқты ғой, ол не істейді? Сіз жақсы топливо бермесеңіз, ол не істейді? Олды да бұзылып бастайды. Сол сияқты адамның ағзасында солай. Қараңыздаршы, қан, жаман, қою қан не істейді? Жүрекке неге тромбы пайда болады? Мына тамырлар, сосуды дейміз ғой, капиллярлар тіреліп қалады адамның қанның қою болғанын. Яғни бұл H2 премиум не істейді? Қанның құрамын жақсартады және жасартады. Неге энергия пайда болады? Өйткені қаныңыз сіздің жас адамдікіндей қатты айналым бастайды, прямо шапшаң жүре бастайды қаныңыз. Қараңызшы, сол кезде не істейді? Бас ауруы қайдан пайда болады? Қараңыздар, бас ауруы қайдан болады? Сіздің қаныңыз қою болғанда, қан мына миға дұрыс бармағандықтан, мына жерде защемление дейміз ғой, затылка, да? Сондай, например, энцефалопатия деген диагноз болды менде, ол не істейді? Мына қан қою болады, қан дұрыс бармайды миға, дұрыс миға қан бармағандықтан не істейді? Кислород бармайды. Қанның қызметі кислород тапсыру, тасымалдау ғой. Кислород бармайды. Ол кезде не істейді? Мына мидың бір кішкентай бөлшектері кеуіп өле бастайды. Яғни ол кезде не болады? Сіздің көзіңіз нашарлай бастайды, құлағыңыз, мұрныңыз иіс сезу, дәмді сезу барлығы жойыла бастайды. Ал енді қараңызшы, мына біздің H2 премиум керемет препаратымыз, последнего поколения, ол не істейді? Қаныңызды сұйытқан кезде, естественно, бас аурулары кетеді, көз көру жақсарады, құлақ есту, мына қаншама отзывтар бар, аппарат киіп жүрген кісілер құлақтары естіп жатыр. Барабанның перепонкасы жарылған бір қыз бала Астанада осы жолы естідім, құлағы жақсы ести бастаған. Енді қараңыздар, керемет қой, барабанның перепонканы восстанавливает. Өте керемет, Сондықтан сіздің ағзаңыз полный 100% ретке келген кезде, сіз жас қыз, жас жігіт сияқты энергияңыз мол, өмірге деген көзқарасыңыз керемет, көзіңіз жайнап, ең маңыздысы, жаңа мен айтып бастаған, сіздің бетіңіз әдемі бола бастайды. Сіз жасарасыз. Яғни сіздің өзіңіздің табиғи коллагеніңіз, между прочим, 25 жасқа дейін ғана бөлінеді коллаген. Ал мына біздің керемет препаратпен сіз жасарасыз, коллагеніңіз жұмыс жасай бастайды. Қараңыздар. Сондықтан бұл препарат баршамызға керек. Баршамызға керек. Әдемі болғыңыз келе ме? Келеді. Деніміз сау болғыңыз келе ме? Келеді. Негізі адамның, Алла Тағала бізді керемет жаратқан ғой, 120 жыл өмір сүре алады. Бірақ қалай өмір сүреді? Дұрыс тамақтану, сапалы, мен айтып жүрген денсаулық формуласы ғой, сапалы ұйқы. Бұл енді бұл препаратқа сіз условия создавать етуіңіз керек, Ол қандай условия? Мысалы, қараңыздар, мына сіздер біздің осы компанияда қазір баршамыз бизнес құрып жатырмыз, Бізге Явер Мусаевич не істеді? Бүкіл условияны жасап қойды. Бас қатырмаймыз, препарат қайдан аламыз, офис қайдан аламыз, анау, мынау, басымыз қатпайды, келдік, пакет сатып алдық, бітті жұмысымыз, бизнесті бастап кеттік. Под ключ бизнес. Қараңыздар. Яғни ол кісі не істеді? Бізге условия создавать еді. Сол сияқты бізде өз ағзамызды условия создавать етуіміз керек, мынау препараттың жұмыс жасауына. Яғни диванда жата берсеңіз, қалай жаттыңыз, мынау коланы қалай іштіңіз, солай іше берсеңіз, бұл препараттың жұмыс жасауы маловероятно, мен сізге айтайын, жасайды, конечно, но ондай результат көре алмайсыз. А сіз егер денсаулықтың құндылығын түсінген адам болсаңыз, сіз тек қана препаратқа сенбейсіз, сіз оған условия создавать етесіз. Қалай? Тамағыңызды реттейсіз, ең басты сапалы ұйқы дейміз ғой, ерте жатып, ерте тұру, дұрыс тамақтану, спорт дейміз ғой. Спорт дегеніміз динамичное движение қосасыз өміріңізге. Застой болмау керек. Мынау шлактар қалай шығады? Мынау қозғалыс арқылы шығады шлак. Сосын не істейді? Сапалы су ішу. Сілтісі 7-де 5 су ішу. Яғни олда да ағзадағы шлакты шығарады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан тамағыңызды реттеңіз. Тамағыңыздың рационынан
мучное изделие, мынау кәмпит, печенье, қант, тұзды, жареный, я не знаю, жирный, сондай заттардың барлығы, мынау газировка, тәтті сусындар, соктар, оның барлығы өте зиян ағзаға. Соның барын реттесеңіздер, мынандай керемет адам болып шығасыздар. Хотя бы осы ішіп жатқан кезде хотя бы сол заттарды жемеңізші, осыны ұстаныңызшы. Вот сол кезде сіз денсаулығыңыз, мен сізге гарантия берем, 100% гарантия бере алам. Вот мынандай керемет адам болып шығасыз. Сізді танымай да қалады адам. Салмақ тастайсыз, деніңіз де сау болады, е? Сізге керек салмақты береді, арық адам толады, толық адам азат, яғни сізге керек салмақты береді. От того умный препарат қараңыздар. Сондықтан резюме айтып кетейін, бұл керемет препараттың жұмыс жасауы міне уже доказано. Бұған рекламада керек жоқ. Өте керемет жұмыс жасайды. Ең бастысы дұрыс уақытлы ішу, дисциплина мен система арқылы ішсеңіз, барлығын ұстансаңыз, денсаулығыңыз керемет болады. Мен сізге айтайын. Вот сол магний водород туралы айтайын дегенім. Қысқа да нұсқа. Енді айта берсек өте көп айтуға. Офисқа келіңіздер, пожалуйста, Қарағанды қаласы. Офисте толыққанды мынау денсаулық формуласы барлығын мен сіздерге айтып беремін. Енді қараңыздар. Келесі біздің керемет өнім ол Artraligne. Кішкене демонстрация жасап жібересіз бе, Мақсат мырза? Artraligne-ды көрсетіп жібересіз бе? Artraligne-ды мен енді аздап қағаздан қарап отыратын болам, өйткені кейінгі шыққан препарат қой, кішкене өзіме мынандай заметкалар жасап алған ғой, содан кішкене салып айтып отырамын, Енді қараңыздар. Және де жаңа магний водородты айттық қой, ол өте широкоспектрный препарат. Яғни сіз бір оқпен көп бірнеше қоянды атып аласыз ғой, бір қысқа айтқан кезде, грубо говоря. Неге? Өйткені ол очень широкоспектрный жұмыс жасайды. Қараңыздар, тазалайды барлығын, бүкіл функцияңыздың, сіздің қан айналым, жасару, мынау ас қорыту, мынау паразиттар шығару, паразиттар шықты ма, айтуға ұмытып кетіппін, кожный заболеванияның барлығы кетеді. Псориаз, витилиго, мынау аллергия, экзема деген барлығы мынау сіздің асқазаныңызда. Даже мынау жас балалардың, мынау жасөспірімдердің бетіндегі безеулер бар ғой, ірің-ірің болып тұрады. Соның барлығы кетеді. Көрдіңіз бе? Неге? Өйткені сіздің pH балансыңыз реттелді, сіздің ағзаңызда шлактар шықты, қаныңыз сұйылды, жасарды, плюс шлаки, застой, каловый камни кетті, паразиты, бактерии, вирусы кетті ағзадан. Көрдіңіздер ме? Соответственно, кожаңызда әдемі болады. Влажность пайда болады кожаңызда. Мына кебу деген, мына қабыршықтану деген нәрсе болмайды. Сіз даже, мен өзім заметила, бетіме крем жақпаймын қазір. Неге? Увлажняет сіздің кожаңызды. Қараңыздар, өте керемет. Тональный кремді жақпаймын мен. Енді мына келесі препарат Artraligne деп аталады. Мына кейінгі кезде шықты. Ана жолы 17 сентябрьде Астанаға мынау компаниямыздың ашылу салтанатына барған кезде производитель өзі келіп, осы Artraligne туралы біраз ақпарат берген болатын, Енді қараңыздар, бұның енді Artraligne 5 күш деп атамыз ғой. Бұның құрамында неге 5 күш? Бұның ішінде осы салада, жалпы денсаулық саласында бар 5 ең мықты деген өнім бар да ішінде. 5 күшті өнімнен жасалған. Олар қандай? Қараңыздар, бұл да мен сіздерге айтайын, Artraligne бұл өзі де тек қана буынға арналмаған. Микрофоныңызды өшіресіз бе? Бөгет жасап тұр. Енді қараңыздар, бұл Artraligne-ның өзі де өте широкоспектрный, тек қана буынға байланысты емес. Ол не істейді? Қараңыздар, ең бірінші құрамы, керемет құрамы, живокос дейміз ғой, живокос деген өсімдік бар, соның тамырынан жасалады. Ол не істейді? Мынау сіздің буындарыңыздағы, яғни буын деген қалай? Екі сүйектің ортасындағы сұйықтық бар ғой,
сол сұйықтықтағы воспалениені алады. Яғни ол қалай? Мысалы қараңыз, артроз, артрит деген нәрсе байқаған болсаңыздар, көп үлкен кісілердің мынандай саусақтары бүйтіп бүртік болып буындары ісіп тұрады. Ол не? Ол мынау екі буын ортасындағы сұйықтыққа инфекция түсіп кетеді. Көрдіңіз бе? Ол инфекция қалай түсті деп ойлайсыздар? Ол сіздің ағзаңызда болды, одан қанмен айналып, бүкіл денеңізде бүкіл буындарға зақым келтіреді. Ол миға да барады инфекция, паразитте де миға, жүректе де болады. Тек қана ішек жолдарында ғана емес. Сондықтан қараңыздар, живокостың ең бірінші қызметі ол жаңағы екі буын ортасындағы сұйықтықтағы воспалениені алады. Сосын екі ортада сіңір дейміз ғой, сүйек жілікті ашқан кезде екі ортасындағы сіңірі бар ғой, мына екі ортаны ұстап тұратын, қозғалтуға көмектесіп тұратын, сол хрящ дейміз ғой, сіңірді қалыпқа келтіреді. Қараңыздар, неге көп адамдар байқаған болсаңыздар, буындар ауырады, үлкен кісілер бүйтіп шайқалып неге жүреді? Ең басты себеп ол мына тізедегі буын бар ғой, буын ортасындағы сіңір, ең бірінші сұйықтық кетіп қалады. Сұйықтық кеткеннен кейін не істейді? Мына екі ортадағы сіңір бар ғой, сол қажалып бастайды, сұйықтық болмағаннан кейін. Мынау хрящ дейді ғой, сіңір қажалып бастайды. Сіңір қажалып біткеннен кейін сүйекке барады. Сенесіздер ме? Даже біздің бір туысқанымыз бар, екі тізесіне титановый диск қойды, титаннан ауыстырды тізесін. Сол кісіде, жездемізде, бір жақ аяғының, бір жақ сүйегі, тізенің почти 1 сантиметрге желінген, екінші жағы 7 миллиметр ма, 5 миллиметрға желінген. Сонда қараңыз, адам неге шайқалып бастайды, аяғы қисайып бастайды? Өйткені сүйек қажалып бастайды. Сіңір қажалып бітті ма, ол уже сүйек бір-біріне жүрген сайын сүйек қажалып бастайды. Қараңыздаршы. Ал мына живокост деген керемет өсімдік, мынау сіздің буыныңыздың ортасындағы сұйықтықты қалыпқа келтіреді. Сосын не істейді? Воспалениені алады. Сосын мынау хрящевой ткань дейміз ғой, сіңір, соны қалыпқа келтіреді. Сосын гематома деген қазақшасы мынау аяқты бір жерден соғып алған кезде қан ұйып қалады ғой, сол гематома дейміз, соны кетіреді, рассасывает гематомы. Сосын қан айналым процесін жақсартады. Ол тек қана буында емес, бүкіл ағзадағы қан айналым процесін жақсартады. Қараңыздар. Енді қараңыз, екінші өнім бұл женьшень дейміз. Ал женьшеньді сіздер естулеріңіз бар шығар. Бұл өте мықты, өте күшті антибиотик, табиғи антибиотик. Ол не істейді? Мынау опять-таки буындағы воспалениені алады. Сосын антиоксидант дейміз ғой, мынау қышқылдану, тотығу процесін алатын өте керемет өнім. Мен өзім мынау бір жапондық өнімнен ішіп көрдім женьшеньді, өте мықты, адамды даже күші деген керемет, қозғап жүреді адамды. Сосын мынау сіздің ағзаңыздағы қышқылдану, тотығу процесін тоқтатады. Қараңыздаршы, қандай керемет. Опять-таки ол тек қана буын емес, бүкіл сіздің ағзаңызбен жұмыс жасайды. Мынау сіздің асқазаныңызбен жұмыс жасайды. Қараңыздар, ішек жолдарымен, сосын сіздің керемет иммунитетіңізді көтереді. Қалай керемет, сосын сізге керемет энергия береді. Сосын қараңыздар, улучшает мышление дейді. Яғни сіздің мынау ойлау қабілетіңізді жақсартады. Яғни бұл балаларға да өте жақсы деп ойлаймын. Мынау особенно студенттерге экзамен тапсыратын, мынау жақсы бір қызметтегі кісілерге өте керемет. Не істейді? Сіздің мынау умственные способности улучшайды дейді, керемет. Сосын не істейді? Сіздің стрессіңізді снимать етеді. Қараңызшы. Яғни тек қана ағзаңызды жақсартып қана қоймай, сіздің жүйке жүйеңізді қалыпқа келтіреді. Яғни сіз уже нервіңіз жұқармайды, сіз уже добрый адам болып шыға келесіз ғой, бір сөзбен айтқан кезде,
Сосын не істейді? Жаңағы сіздің мынау жындану, особенно мына біз шыны керек әйел адам көп эмоциямызды сыртқа шығарамыз ғой, иә. Өйткені неге? Мойнымызда бала шаға бар, тамақ бар, үйдің шаруасы бар, жұмысымыз бар. Бәрін үлгеруіміз керек. Кейде шыны керек кішкене нервіміз де жұқарып қалады, иә. Сондықтан бізге өте керемет өнім екен. Шыны керек. Иә? Яғни мынау снимает стресс, уменьшает нервозность дейді. Яғни сіздің ағзадағы Б витаминіңізбен толықтырады деген сөз ғой, қараңыздаршы, иә. Сосын жүректің сердечно-сосудистую систему улучшайды дейді. Мына жүрегіңіздің қан айналым процесін керемет жақсартады екен, қараңыздар. Сосын антивоспалительное свойство дейді. Мына воспалениені алады дейді қой жаңағы, иә, живокоз сияқты. Сол сияқты воспалениені алады. Мына буын ортасындағы жаңа инфекция түсіп кетеді деді қой сұйықтыққа. Ол не істейді? Саусақтар неге бұртиып қалады, иә, артроз артритте? Өйткені ісік қой ол. Мына инфекциялар көбейеді, үлкейеді, ол ісік. Сол ісікті кетіреді, қараңыздар, иә. Енді үшінші құрамындағы керемет өнім, баршамыз бұл естіп көргенбіз, ішіп те көргенбіз, иә, спирулина дейді. Қараңыздар, спирулина деген бұл жалпы не ол спирулина? Спирулина деген ол суда өсетін балдыр ғой, балдыр, шөп. Ол не? Табиғи чистый белок. Қараңыздар, өте біздің қазағымызға жетпейтін белок ағзамызға. Неге? Өйткені біз шөп шалам жемейміз, жейтініміз нан, ет. Біздің рационымыз өте скудный. Андай бобовый, горох, нут, фасоль, чечевица деген нәрсені жемейміз, көбіміз. Бәріміз демей қойық, но көбіміз жемейміз. Қараңыздар, яғни не істейді? Бізде белок өте тапшы ағзамызда. Белок деген жетіспейді. Е, сосын белок біздің ағзамызға не үшін керек? Ол строительный материал дейді. Яғни біздің ағзамызға өте қажет өнім екен, да, спирулина. Сосын енді келесі төртінші өнім ол хлорелла. Ол да балдыр. Бір ғана спирулина өзі жұмыс жасалмайды, яғни оның ағзаға деген қызметі өте аз. Ол не істейді? Ол үнемі хлорелламен екі подружка болып жүруге керек екен. Яғни бір-бірін восполняет осы екі мынау балдыры. Хлорелланың қызметі қандай екен? Қарап жүрейік, бұл ағзаны тазартады екен. Опять-таки қараңыздар, магний, малат, H2 премиумды ағзаны керемет. Мына хлорелланың өзі де очищение организма дейді. Яғни не істейді? Опять лаки, застой. Микрофондарыңызды өшіретіңіз, да? Қосаңыздаршы микрофондарыңыз. Хлорелла не істейді? Сіздің ағзаңызда тазартады. Яғни нені тазартады? Шлак, застой, каловый камень. Микрофоныңызды өшіре тұрыңыз, өтініш. Сосын не істейді? Хлорелла сіздің иммунитетіңізді мықты қылады. Адам неге ауырады? Қараңыздар, иммунитеті түсіп кеткенде ауырады. Иммунитет неге түседі? Өйткені сіздің ағзаңыз шлакқа толы, түк витамин жоқ. Сіз как пустой сосуд, мынандай пустой болып тұрсыз да, ішінде дым жоқ. Ол сол кезде адам ауыра бастайды. Қараңыздар, яғни бұл хлорелланың қызметі сіздің иммунитетіңізді көтереді, сіздің ас қорыту жолдарын жақсартады. Улучшает пищеварение дейді. Сіздің тамағыңыздың жақсы қорытылып сіңімді болуына өте үлкен қызмет атқарады екен хлорелла. Сосын қараңыздар, тағы да бір кереметтілігі хлорелланың. Сіздің холестерин мен қантыңызды нормаға келтіреді. Яғни бұл не істейді? Не только сустав, көрдіңіздер ме? Сіздің қантыңызды нормаға келтіреді, холестеринді нормаға келтіреді. Яғни қантымен проблемасы бар адамдарға өте қажет. Солай ғой, е? Сосын сіздің қан айналым процесіңізді жақсартады екен. Бұлда да хлорелла табиғи антибиотик болып есептеледі екен. Қараңыздар, қандай мықты, е, өнімі. Сосын хлорелла не істейді? Опять-таки сіздің
мынау тез қартайып кетуіңізді тоқтатады екен. Яғни сізді жасартады, сұлу қылады да, мына қыз келіншектер. Әдемі болып, бір кем дегенде 10 жас төмен көрінесіздер, жас көрінесіздер. 10 жасқа, Перизат минус ханым, 10 жас. Мен сіздерге соңғы гарантия 15 беремін. минутымыз Неге? қалды. Регламент, Перизат ханым. Маркетингке уақыт қалды. Аха, енді крапиваны айтып кетейін, иә? Крапиваның ақырғы өнімнің құрамы, крапиваның қызметі, ол не істейді? Обезболивает, мынау өте крапиваның негізі қатты бір үлкен қызметі, бұл морфий сияқты сильно обезболивающий действиесі бар крапиваның. Көрдіңіз ба? Сіздің любой буын болсын, қай жеріңіз болсын, ауруыңызды өте қатты басады. Сіздің құрамында витамин А бар екен. А витамин А, сіздер білесіздер, ол көздің жақсы көруін қамтамасыз етеді, витамин А. Сосын тағы да сіздің ағзаңыздағы қанның құрамын, қанның составын жақсартады. Сосын калорияңызды, яғни артық салмақ тастайсыз, көрдіңіздер ме? Сосын сіздің мынау печень дейміз ғой, печеньді тазалайды. Өте үлкен керемет қызметі, мына печень тазалайды. Мен осымен айтайын дегенім осы сіздерге, осы керемет екі өнім туралы. Сұрақтар неміз кейінге қалдырамыз ба, маркетингтен кейін? Мақсат мырза? Сұрақтарға енді кішкене уақыт тығыз болып қалды. Енді маркетинг туралы қысқаша айта кетсек, мен әге бұл теманы кешіріңіздер. Любимый тема денсаулық деген. Кішкене уақытқа немен етпей қалдық, иә? Уақыт. Семей қалдық па? Енді маркетингті тез енді көбін білеміз ғой, қысқадан нұсқа айтып кетейін, маркетингті. Жалпы қараңыздар, мен айта берейін әзірше. Біздің компанияның ең кереметтілігі бүкіл, мен айтайын, өз 5 түрлі вход бар компанияда, 30 мың, 60 мың, 90 мың, 120 мың, ең үлкені 180 мың теңге, мен сіздерге айтайын. Бұл өте тиімді пакеттер, яғни біздің мынау халықтың, қарапайым халықтың жағдайын ойлап жасалған керемет маркетинг. Мен өзім сетевой компанияларда жүргеніме біраз жыл болды ғой, мынандай маркетингті мен шын айтайын көрген жоқпын. Неге? Өйткені қараңыздар, сіз 30 мыңға кірсеңіз 2 есе PV береді, 60 PV береді, 180-ге кірдіңіз ба, 360 PV береді. Мен всегда айтам, сіз 30 мыңға кірдіңіз не, 180 мыңға кірдіңізде бірдей уақыт жұмсайсыз, бірдей энергия жұмсайсыз, бірдей күш жұмсайсыз. Бірақ сіз 30 мыңмен кіргенде жай потребитель болып қаласыз, за приглашение дейміз ғой, реферальный бонус 5% аласыз. Ал үлкен пакетте сіз 20% реферальный бонус аласыз, и командный бонус 10%. Сонда сіз бір адамнан 30% доход көресіз, қараңызшы. Яғни сізге 180-ге кірген тиімді ғой, чем 30 мыңға. Лучше кішкене толықтырыңыз, я не знаю, бір жерден перезаймите, не знаю, да? Но 180-ге кірген өте тиімді. Қараңызшы, бизнес под ключ 180 мың теңгеге сіз бизнес бастай аласыз. Бұл компанияда сіз бір-ақ рет сатып аласыз өнімді, одан кейін алмайсыз. Енді өзің компания не обязывает, яғни ай сайын бұл жерде сатып алу деген жоқ, товар оборот жасау деген жоқ, активация деген нәрсе жоқ. Бүкіл баловый система накопительна. Ол қалай накопительна? Сіздің малый ножкадан жиналған командный бонустан сіз рангтар накопительна жаба бересіз. Яғни 1 жылдан кейін болсын, 2 жылдан кейін болсын, сіздің балдарыңыз жанып кетпейді, жинала береді. Сосын реферальный бонусты айтып кеттік, реферальный бонустар, яғни ол не реферальный бонус деген? Ол компания сіз мына керемет өнімнің, әзірше екі өнімнің құндылығын мына көршіңізге, жора жолдасыңызға, туған туысыңызға, даже танымайтын адамға құндылығын жеткізіп айтқаныңыз үшін, ол адам сатып алғаны үшін компания сізге ақшалай
не сыйақы береді. Солай ғой? 20%-ға дейін. 5%-дан 20%-ға дейін. Енді қараңыздар, барлық накопительно дейдік қой. Енді бұл компанияда бизнес құру үшін сіз квалифицированный партнер болу керексіз. Ол қалай? Сіздің бинар болғандықтан 2 аяқ қой, бинар плюс классика, сізде 2 аяққа тұру керексіз. Енді қараңыздар, бинар, жай ғана бинар болса, сізде 1 аяқ 0 болса, сіз ақша алмайсыз. Солай ғой? Сетті білетін адамдар. Ал біздің компанияда сізде 1 аяқ 0 болса, сіз чека-чека ала бересіз. Көрдіңіздер ме компанияның бір кереметтілігі? Яғни сіз в любом случае всегда выигрышы боласыз. Қараңыздар, ранктарды жабу үшін кем дегенде, мысалы, накопительно сіздің платежный ножка дейміз ғой, ең 2 аяғыңыз бар, 2 аяққа нық тұрғаннан кейін сіз уже бүкіл бонусты алып бастайсыз. Ол қалай? 2 аяққа тұрдыңыз, допустим, сіздің сол жақ аяғыңыз 120 PV болды, допустим, мына жағыңыз 500 болды. Сіздің платежный аяғыңыз минимальный аяқтан есептеледі, яғни балы төмен, аздау жағынан, Ол қалай? 120 PV-ді есептейді. Қараңыздар, сөйтіп, осы аптада 120 жасадыңыз, келесі аптада 500 жасадыңыз, сөйтіп 1000 PV жиналған кезде, сіз ең бірінші уровеньді, құтты болсын, менеджер уровень жабасыз. Менеджер жапқан кезде компания сізге не береді? 2 өнім сыйға тартады. Сөйтіп, үстіне тағы 2000 PV сөйтіп жиналып, қосылған кезде 3000 болмай ма? 3000 болған кезде сіз наставник уровень жабасыз. Наставникте компания сізге 50 000 теңге премия береді, плюс 3 өнім, на ваш выбор, 3 өнім сізге тағы да сыйға береді. Сөйтіп, тағы да үстіне қанша? 6000 PV қосылған кезде 9000 болмай ма? 3000 үстіне 6000 қосылады. 9000 болған кезде сіз мастер уровень жабасыз. Мастерда компания сізге 250 000 теңге сыйақы береді, подарок береді. Солай келесі уровеньді, бұл жерде iPhone бар келесі уровеньде, сосын квартира бар, машина бар, квартира бар, путешествие бар, үлкен суммада миллиондаған теңгемен сыйақылар бар. Қараңыздаршы, қандай керемет. Енді ең кереметтілігі мен сіздерге айтайын, мына ранктарды жабу үшін сіздің 1 тиын ақшаңыз қосылмаған бұл жерге. Барлығы қалай? Командный обороттан жабасыз. Қараңызшы, қандай керемет, Сосын компанияда ең тағы бір плюсын айтып кетейін. Бұл жерде, мысалы айталық, директор уровень жабу үшін көп компанияда сізде 2 советник астыңызда өсіру керексіз, 2 менеджер деген сияқты привязкалар көп компанияда бар. Ал біздің компанияда, Dandelion компаниясында, ондай ешқандай привязка жоқ, стресс жоқ, нервіңізді құртпайсыз, барлығын, бұлай енді, заманауи тілмен айтқанда, налайте, ойнап, күліп, жүріп жабасыз. Өте керемет, қараңыздаршы. Яғни, сосын қараңыздар, бұл жерде путешествие бар ғой, жаңа біздің Марал ханыммен Аман мырза қазіргі таңда семьяларымен Дубайда демалып жатыр, Ол қалай? Ол кісілер компания сізге 2 адамға 7 күнге путешествие сыйлыққа береді. Ол қалай? Қараңыздар, сіз көптеген компанияларда көрдіңіз ғой, 1 адамға береді. Ешқай компанияда 2 адамға бермейді. Екінші адамға бару үшін, мысалы, путешествиеға, сіз дополнительно товарооборот жасау керексіз. Мысалы, мен өзім бұрын істеген компанияда солай болды. Ал мына жерде сіз 2 адамға тегін, в общем, перелет, проживание, питание, барлығы инклюзив қосылған 7 күнге 2 адамға путешествиеға барасыз. Керемет қой? Керемет. Солай емес па? Машинаңыз лизинг емес, кредит емес, біреудің бушының машинасы емес, жаңа салоннан сол суммаға сіз өзіңіз арнап аласыз. Бірақ единственный бір несі бар, условиясы түк емес. 1 жыл сіз компанияның логотипімен машинаның сыртында жайнап, жарқырап жүресіз, Алла қаласа. Керемет салоннан алып, салафанын шешіп жүреміз, Алла қаласа, баршамыз. Путешествияға да барамыз, машина да аламыз,
квартирамызды аламыз, қараңызшы, барлығы ойланған, сондықтан құрметті партнерлар, баршамыз осы керемет маркетингті пайдалана отырып, мына керемет өнімді, әзірше 2-ақ өнім ғой енді, Алла қаласа ноябрьде тағы 2 өнім қосылады, баршамыз керемет өнімді сатып та керек жоқ, ол өз-өзін реклама жасап тұрған продукт қой. Ең бастысы құндылығын жеткізе отырып, денсаулығыңызды жақсарта отырып, мынау керемет бонустарды алайық, бүкіл сыйақыны алайық, біз лайықтымыз бұларды алуға. Солай емес па? Уже шаршадық, біз неше түрлі сетевойда істедік, маркетингті айтқан ақшалары болмайды, но бұл компанияның кереметтілігі даже айтқан нәрсеңіз енді көп тауып жатыр. Аллаға шүкір. Сондықтан мына жерде консул деген уровеньдер бар, амбассадор, президент. Бұл жерде сіздер ақшалай сыйақы аласыздар амбассадор мен президентте, консулда сіздер, по-моему, квартира, сосын ең кереметтілігі тағы бір, Масат мырза, келесін айта берші, 1% айтып кетейін деген. 1% айтып кетейін. Сосын бұл жерде ең кереметтілігі, сіздер мына сіздің бизнестеріңізді мұраға қалдыра аласыз, яғни наследствоға өзіңіздің балаларыңызға, немерелеріңізге тастап кете аласыздар. Топ бонус деп айтады, президент уровеньне келген кезде общий мировой товарообороттан 1% аласыз. Неше президент бар, сонша президент арасында бөлінеді. Енді қараңыздар, бұл компанияда тағы бір 2 нәрсені айтқым келіп тұр. Еш компанияда жоқ, мен сіздерге айтайын. Ол қалай? Көптеген сетевойда істейміз, көбісі жасырады, тығылады, кейде өтірік айтуға да барады адамдар. Неге? Өйткені терминация деген нәрсе бар да, көп компанияда. Жасырып, бірнеше жерден жасап жүреді, көріп қоймаса екен бүйтпей қойды. Это же стресс, құрметті партнерлар, А бұл компанияда Явер Мусаевич өзі жариялап айтты ғой. Хоть 1000 компанияда істеңіз, ең бастысы тығылмай, свободно жүре аласыз, свободно айта аласыз, что сіз анда-да, мында-да істейтініңізді. Ең кереметтілігі бұл жерде, қараңыздар, бел о правах бар. Қараңызшы, бел о правах деген қалай? Сіз как только директор уровень жапқан кезде, ана кезде ханым мен Аман мырза седі, тура компанияны ашылып салатын компания сізді терминацияға жіберуге қақысы жоқ. Мысалы, көп компанияда керемет уровеньға жеткен кезде шарып жібере салады, компания деген істей салады. А бұл компанияда ондай жоқ. Яғни, сіз өз бизнесіңізге өте сенімді, қорықпай жұмсай аласыз. Бұл компания НДС төлейді 12%, налогымыз да бар 3%, өте керемет, қорықпай, таңертең тұрған кезде сіз қорықпайсыз, компания не болады, жабылып қалады, товар келмей алады деген нәрсе мүлдем жоқ. Яғни бүкіл жағдай жасалған, құрметті партнерлар. Тек қана біздің қызметіміз, міндетіміз бұл жерде алып, өзіміздің жауапкершілігімізді қолға алып жұмыс жасау, құрметті партнерлар, терминация тек 1-2 жағдайда бар. Ол қалай? Сіз басқа адамды, тіркелген адамды өзіңізге шақырып тіркеп алсаңыз, және компания туралы жаман сөздер айтатын болсаңыздар, ол сондай жағдайларда терминацияға адам негізі түседі. Это нормальное явление, көп компанияларда ол бар. Сондықтан, құрметті партнерлар, ешқандай стрессіз, продукт работает, өте керемет өнім, давайте жұмыс жасайық. Бүкіл жан-жағымыздағы жора жолдастар, туған туыс, білмейтін бүкіл қазақ еліміз, Қазақстанымыз басқа мемлекеттерде білсін, осында керемет өнім бар екеніне. Осы айтайын дегенім сіздерге. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Уақыт болса, Мақсат мырза, уақыт бар ма екен бізде? Сұрақтарға. Уақытымыз аяқталды. Сұрақтарға да уақыт қалмады. 1 сағат уақытымыз бітті. Құрметті партнерлар, барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Перизат ханым, сізге рахмет. Өнімдер туралы, біздің маркетинг туралы
өз ой пікіріңізбен, тәжірибеңізбен, кеңес және ұсыныстарыңызбен бөліскеніңізге. Барлықтарыңызға пайдалы болды деп сенемін. Жалпы біздің бұл эфир запись міндетті түрде болады. Оны кейінірек саламыз, сілтемесін бәрін жібереміз. Осылай, құрметті партнерлар, егер сіздер де өз тәжірибеңізбен бөлісіп, біздің компаниямыздың зумдарына шығып, осы біздің өнімдер туралы, маркетинг план туралы айтып, тәжірибеңізбен бөлісіп, бір презентация өткізгім келеді, қазақша жүргізгім келеді, тәжірибем бар, білім мол десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Барлық лидерский позициясымен кісілерге, партнерларға, лидерларға барлығына мүмкіндік бірдей береміз. Сондықтан да барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Келесі кездескенше қош сәлеметті болыңыздар. Жақсы Перизат ханым, көп рахмет. Кешіріңіз. Кешіріңіздер, бір нәрсе қосып кетейін деп едім. Енді бұл да, жарайды, жақсы, аха. Рахмет баршаларыңызға. Сізге де рахмет. Қосымша ақпарат керек болса, офисқа келіңіздер, толық ашып айтамыз.